негізі намаз ол жұртқа көрсететін авторитет емес. Намаз оқисың өзің үшін. Көп адамдар бізде оқиды. Сосын намаз оқыған адамның бүркеніп жүруі ол міндет па, міндет емес пе білмеймін. Орамал, сырт киім ештеңеден құтқара қоймайды. Бізде ойлайды, мынадай түсінік бар. Бір жерге барсам, мен намазға келгенге дейін, Құдайға шүкір, намазға келгеннен кейін дейді. Намазға келгенге дейін ол не кісі өлтірді ма, ұрлық жасады ма? Біз мысалы әке-шешелеріміз өкіметтің уақытында көп уақытқа дейін намаз оқыған жоқ олар. Сосын әке-шешелерін мойындамайды. Енді бұл хиджабты жағы ықпал етуменен киеді қыздар. Менің өзім ойым, ол оған әлі дайын емес. Имандары тілінің ұшында деп айтады ғой. Жеңіл, иманды жүрекке сіңіру ол да үлкен жұмыс негізі.